Менің аты-жөнім Сүйінкина Белаш Балтағызы. Педагогпын. Ұзақ жылдар бойы Наурызым ауданында, Рудный қаласында, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінде жұмыс істедім. Сонан соң Қостанайға қоныс аударуыма байланысты қазіргі уақытта Қостанай педагогикалық колледжінде жұмыс істеп жатырмын. Қазақстан Республикасы білім беруінің үздігі, Қазақстан Республикасы білім беру саласының құрметті қызметкері деген төс белгілерім бар. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин үздік педагог медальдармен марапатталдым. Енді қазіргі уақытта аудармашы қызметін атқарып жатырмын, әрі ыбырайтану сабақтарын бастадым осы жақын арада. Енді биыл Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы. Мен Ыбырай Алтынсаринге қалай келдім? Бұл 1991 жыл болатын. Ыбырай Алтынсаринға 150 жыл. Республикалық ғылыми практикалық конференция 3 күн бойы осы Қостанай қаласында өтті. Сонда осы Алтынсарин мемориалдық музей ашылды. Мариям Хакимжанова, Хақыл Қайырбеков және тағы да басқа танымал тұлғалар сөйледі. Сол кісілерді тыңдау бақыты маған бұйырды. Ал енді өзім 2017 жылы материалдарымды жинақтап, себебі менің Ыбырай Алтынсаринге арнаған мақалаларым газет журнал беттерінде жарық болды. Одан кейін мен конференцияларға қатыстым, Ыбырай Алтынсаринге қатысты. Сол жинақтарға келген бәрін жинақтап, енді қазіргі уақытта 30 шақты мақала Алтынсаринге қатысты. Соларды жинақтап, Ыбырай Алтынсарин кәсіптік білімнің негізін салушы деген кітап жарық көрді. Енді әрине өзгелерді қайталамас үшін осы кітаптың ішіндегі өзім нақтылаған, өзім зерделеген тақырыптар туралы шамалы айтып өтсем деймін. Енді Ыбырай Алтынсарин кәсіптік білімге жол ашты деген сөздер кездесіп қалатын зерттеушілердің еңбектерін қарап отырғанда. Бірақ енді мен өз басым осы қыр нақтылайын, таратып жазайын деп 2011 жылы осы істі қолға алдым. Енді неліктен осындай тақырыпты алдым? Себебі 1882 жылы Торғай қаласында көзден мәртебесі статус солай болған ғой. Қолөнер мектебі ашылған екен. Оны ашуға Ыбырай Алтынсарин себепші болған. Енді сол кездегі Торғай уезінің бастығы Яковлевтің құрметіне Яковлев қолөнер мектебі деп атаған. Онда негізінен ағаш ұстасы, тоқыр мамандары даярланған. Енді осы алғашқы қолөнер мектебіне, кейде училище деп атайды, үлкен мән берген Ыбырай бабамыз бақылауға алып отырған. Кейін ауыл шаруашылық училищесін ашуға да мұрындық болған. Сондықтан Ыбырай Алтынсарин кәсіптік білімнің негізін салушы деп толық негізде дәлелдеп айта аламыз. Одан кейін өзім Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінде жұмыс істеп жүргенде аударма ісіне сабақ бердім. Сол кезде Алтынсариннің хаттарын зерделедік біз студенттермен бірге. Сонда мен оның хаттарын көп оқыдым. Және хаттармен қатар ол кісінің аудармамен де айналысқанына көз жеткізіп, осы Ыбырай Алтынсарин аудармаға қалай келді екен деген сұрақ көкейімде тұрды. Соны іздестіре бастадым, тағы да хаттарын оқыдым. Сол кезде ол 1859 жылы Григорьевке, ол топограф, басқарма бастығы деп жазылады енді зерттеулерде. Соның қарамағында аудармашы болып жұмыс істеген екен. Ал ол Григорьевтің бай кітапханасы болған. Сол кітапханадан Ыбырай жас қой енді ол кезде. Орыс тілінде кітаптарды алып оқып, өз түсінбеген сөздерін жазып отырған екен. Орыс тіліндегі. Ал оның көпшілігі шетел тілдерінен енген сөздер. Одан кейін Григорьевке бастығына барып, ол сөздердің мағынасын жаздырып отырған сол қалың дәптер пайда болған. Мен өзім студенттеріме де айтып отыратын, мінекей мемлекеттік тілді, қазақ тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне жеткеніне қаншама уақыт өтті, үйренбей жүрсіздер, а мінекей Алтынсариннен өнеге алу керек. Ол тіпті 1879 жылы орыс тілі оқулығында жазды Ыбырай Алтынсарин. Қазақ балаларына орыс тілін үйретудің бастауыш құралы мінекей. Бірінші рет орысша қазақша сөздік жасаған кісі Ыбырай Алтынсарин. Одан кейін қазақ хрестоматиясы сол жылы шықты ғой, 1879. Онда да
аудармамен айналысып, Паульсонның, Лев Толстойдың және өзгелердің де шығармаларын қазақ тіліне аударып, осы хрестоматиясын енгізген екен. Одан кейін тағы бір зерттеген өзіме ұнайтын мақала ол Ахметбек Балғожин және оның қазіргі ұрпақтары. Мен оны 2013 жылы жаздым. Ол үшін сол Рудный қаласындағы туыстарын алатын Ахметбековтерге суреттерін алдым. Көлемді мақала шықты біздің облыстық Учительская плюс газетінде. Онда кейін осы кітапқа енгіздім. Енді одан кейін ойладым, кімнің ұрпағы екен осы Ахметбек Балғожин. Серікбай Оспановқа хабарластым, іздендім. Сөйтсем, Алтын Сары деген кісі, Ыбырайдың әкесі, ерте қайтыс болады ғой, енді Кенесары Қасымовтың шапқыншылығы кезінде. Сонда енді оның әйеліне жесір қалған, Ыбырайдың шешесі Айменге бауыры Қошан үйленеді. Қошаннан Оспан, Оспаннан Ахметбек туады, Ахметбек Балғожин. Ахметбек Балғожин Троицкіде гимназияда оқиды. Ал енді Ыбырай Алтынсарин қатты ауырып жатқан кезде, шілде айында 1889 жылы соның қасында болып күтіп отырады. Сонда Ыбырай Алтынсарин ақылын айтып, Николай Иванович Ильминскийді құрметте, ол кісінің ақылына құлақ ас деген сияқты. Ахметбек сол кісіге Ильминскийге хат жазады. Я племянник Ибрая Алтынсарина, учусь в 3 классе Троицкой гимназии деген сияқты. Енді осылардың бәрін енді өзімше зерделеп жазған дүниелерім әлі де жазамын деп ойлаймын. Осы қазан айында өткен жылдың Алтынсарин мемориалдық музейінде дөңгелек үстел өткізді. Сонда да мен осы туыстарына қатысты аздап енді айттым. Одан кейін біздің педагогикалық колледжде, осы Қостанайдың онлайн режимінде педагогикалық оқулар өтті Алтынсаринге. Онда да мен енді бір айтанушы деп маған солай қарайды да, енді онда да енді сөйледім. Енді алдағы уақытта 19 ақпанда халықаралық конференция өтеді екен. Оған да енді баяндама жазуға дайындалып жатырмын. Енді айта кетейін, ол жақында енді күні бұрын айтуға да болмас, президентіміз Тоқаевқа хат жаздым. Оған себеп болған енді Мұхтар Әуезовтің өзі 50 жылы мақала жазған екен. Ежелден Шоқан, Ыбырай, Абай бірігетін деп. Менде мақалам бар. Сол 96 жылына жазғам да менде. Әуелі Магнитскийде шықты, одан кейін Қостанай таңына шықты. Енді осы мемлекет басшысына жазған хатымда Ғафу Қайырбековтің де мақаласын қарап, соның сөзін келтірдім. Кім дегенде Ғафаң жазған екен. Ыбырай Алтынсарин ол ағартушы, педагог, этнограф, фольклоршы, публицист, тарихшы, экономист, бухгалтер. Сосын ойладым, неге экономист, бухгалтер? Енді сөйтсем осы мектеп салардың алдында мындай демеушілерді іздеп, біреулері оған бөренелер әкеп берген, біреулері кірпіш әкеп берген, ақша жинаған деген сияқты. Сонда сан қырлы. Сондықтан Ыбырай Алтынсарин бізді өзінің сондай бай мұрасымен тарта береді. Өзгелерге де оқыңыздар деп мен кеңес берер едім.